Сәлеметсіздер ме, қымбатты оқушылар? Қазақ тілінде 9 түрлі сөз табы бар. Соның ішінде бүгін танысатынымыз ерекше сөз табы үстеу. Қимыл іс-әрекеттің сын-сапаның әр түрлі белгілерін, сын-сипатын, жай-күйін білдіретін сөз табын үстеу дейміз. Үстеу өзгеруге, грамматикалық тұлғалармен түрлендіруге көне бермейді. Үстеулер ең алдымен етістіктің алуан түрлі белгілерін білдіреді екен. Мысал келтіретін болсақ, Самат өте жақсы оқиды. Мына жерде балалар Самат жақсы оқиды деп те айтса болады. Яғни өте деген үстеуді қолдану арқылы оның әртүрлі белгілерін білдіре алады екенбіз. Немесе Жанат әрең келді. Немесе Жанат келді деп те айтсақ болады. Яғни әрең үстеуі тіркесу арқылы Жанаттың әрең келгендігі айтып тұрмыз, Енді үстеу құрамына қарай дара және күрделі болып екіге бөлінеді екен. Тұлғасына қарай үстеу негізгі және туынды болып екіге бөлінеді. Мағыналық түрлеріне қарай үстеу жетіге бөлінеді екен. Олар мезгіл үстеуі, мекен үстеуі, мақсат үстеуі, мөлшер үстеуі, қимыл сын үстеуі, себеп салдар үстеуі және күшейткіш үстеу. Дара үстеулер. Өзі ат айтып тұрғандай балалар, дара үстеулер бір ғана түбірден тұрады екен. Мысалы, кеш, тым, әрең, сәл, әрі, дәл, әдейі, ерте, нағыз, ең және тағы да басқа сөздер бір ғана түбірден тұр. Ал енді күрделі үстеулері келетін болса, өзі ат айтып тұрғандай, екі немесе де одан да көп түбірдің бірігуі, қосарлануы, тіркесу арқылы жасалады екен. Мысал келтіріп көрейік. Бірігу арқылы жасалған үстеулерді қараңыздаршы, күрделі үстеулер. Жазды күні, ендігі әрі, биыл, бүгін, таңертең. Мысалы, биыл деген қалай күрделі үстеу болып тұр? Яғни, бұл жыл деген сөздердің бірігу арқылы жасалып тұр. Немесе бүгін, бұл күн. Енді қосарлану арқылы жасалған үстеулерді, күрделі үстеулерге тоқталсақ, жоғары төмен, анда-санда, енді, яғни дефис арқылы жасалады екен. Енді келесі түрі тіркесу арқылы жасалған күрделі үстеулер. Қараңыздаршы балалар, күні бүгін, күн ұзаққа, күн ілгері, екі түбірдің тіркесу арқылы жасалып тұр. Енді мына сөзге қараңдар. Ертеден қара кешке дейін. Төрт сөздің тіркесу арқылы күрделі үстеу жасалып тұр екен. Енді негізгі үстеу. Түбір үстеулер мен сын есімнің шырайларынан жасалған үстеулерді біз негізгі үстеу деп айтамыз. Көпшілігіне сын есімнің салыстырмалы шырайлары жұрнақтар жалғанады. Қараңыздар, рақ-рек, рақ-рек, лау-леу, дау-деу, тау-теу. Бұл балалар салыстырмалы шырай, сын есімнің салыстырмалы шырайы жалғанып тұр. Мысалы, жылдам, тез, ақырын, ерте, кеш, бұрын, жоғары, төмен. Енді осыған сын есімнің салыстырмалы шырайларын жалғасақ, мысалы, жылдамырақ, тезірек, тездеу, кештеу, кешірек, мысалы, бұрынырақ, ертерек. Енді туынды үстеулерге тоқталатын болсақ, туынды үстеу дегеніміз жұрнақ арқылы немесе кейбір септік жалғауларының түбірімен сіңісіп көнелену арқылы жасалған үстеулер жатады екен. Мысалы, шаше, жұрнағын алайықшы. Адамша, балаша, көзінше, өзінше. Мысалы, мына жерде адамша, түбірі адам. Кім? Адам. Ша жұрнағы жалғану арқылы туынды үстеу жасалып тұр. Тағы да балаша. Кім? Бала. Зат есім, Оған ша жұрнағы жалғану арқылы бізде туынды үстеу жасалып тұр. Балаша. Немесе лайлей, дайтей, тайтей. Шекілей. Немесе ақшалай. Не ақша? Лай жұрнағы арқылы туынды үстеу туындап тұр. Дайын дейін, тайын тейін. Бұлақ тайын, тоты дайын. Яғни бұлақ. Не бұлақ? Оған тайын жұрнағы жалғану арқылы туынды үстеу туындап тұр. Шама, шеме, шалық, шелік.
осыншалық, соншама, немесе майынша, мейінше, байынша, бейінше, пайынша, пейінше, айтпайынша, тыңдамайынша. Көріп тұрсыңдар ма балалар? Пайынша жұрнағы жалғану арқылы туынды үстеу туындап тұр. Айт, не істе айт? Етістік, оған пайынша жұрнағы жалғанып, туынды үстеу жасалып тұр екен. Енді түбірге сіңісіп, көлденеңіп үстеу тудыратын септік жалғаулар бар. Олар барыс септігі, жатыс септігі, шығыс септігі және көмектес септігінде қолданылады. Кешке, босқа, текке барыс септігі. Жатыс септігінде қапыда, баяғыда, немесе шығыс септігін қараңдаршы балалар. Шалқасынан, кеңінен, шетінен. Көмектес септігі жөнімен, шынымен, ретімен, тағы да басқа сөздер. Енді үстеу мағыналық түріне қарай жетіге бөлінеді дедік. Енді бірінші түріне тоқталсақ, мезгіл үстеу. Қимылдың мезгілін білдіреді. Өзі айтып тұрғандай, етістікпен тіркесіп қолданылады. Қашаннан сұрағы. Сөздерін қараңдаршы. Қазір, баяғыдан, таңертең, биыл, былтыр, бағана, яғни мезгілін білдіріп тұр. Қараңыздар, Арман оқуға биыл түсті. Арман оқуға қашан түсті? Ол Арманның биыл оқуға түскенін көрсетіп тұр. Яғни мына жердегі мезгіл үстеу биыл. Немесе ол сыйлықты таңертең әкелді. Ол сыйлықты қашан әкелді? Оның таңертең әкелгенін, уақытын көрсетіп тұр. Мезгілін, Келесі, мекен үстеу. Қимылдың болу орнын, бағытын білдіреді. Ол да мезгіл үстеу етістікпен тіркесіп қолданылады. Сұрақтары қайдан, қайда? Қазір көз жеткіземіз. Осында, артта, бері, жолшыбай, төмен, жоғары. Досым кешеле бері осында болды. Досым қайда болды? Осында болды. Яғни мекенін білдіріп тұр. Оның осында болғанын білдіріп тұр. Енді тағы да мысал. Ол енді төмен түсті. Тағы да мына жердегі мекен үстеу төмен. Оның төмен қарай түскенін көрсетіп тұр. Енді мақсат үстеу. Қимылдың болу мақсатын білдіреді. Мақсат үстеуде етістікпен тіркесіп қолданады. Сұрақтары қалай, не мақсатпен? Қасақана, әдейі, әдейілеп, жорта. Енді сөйлем құрастырып көрейік. Айнұр бәрін біліп тұрса да, қасақана үндемеді. Не мақсатпен үндемеді? Қасақана үндемегенін білдіріп тұр. Немесе ол туыстарын әдейілеп шақырды. Ол туыстарын не мақсатпен шақырды? Ол әдейілеп шақырғандығын көрсетіп тұр. Енді мөлшер үстеу. Өзі ат айтып тұрғандай балар тағы да қимылдың мөлшерін білдіріп тұр. Шама, шарқын білдіреді. Ол мөлшер үстеу мына жерде айырмашылығы. Бірде етістікпен тіркессе, бірде сын есіммен тіркеседі. Сұрақтары қанша, қаншалық, қалай, қалайша. Сөздер неғұрлым, соғұрлым, едәуір, қыруар, сонша, соншалық. Яғни мөлшерін білдіреді. Саған бас киімің онша жараспайды. Саған бас киімің қаншалық жараспайды? Онша жараспайды екен білдіріп тұр. Мөлшерін көрсетіп тұр. Сенің ауылыңдағы тау онша биік емес. Бұл жерде сенің ауылыңдағы тау биік емес деп айтуға болады балар. Онша, яғни оның мөлшерін көрсетіп тұр. Қаншалықты биік еместігін көрсетіп тұр. Енді келесі үстеудің түрі қимылсын үстеуі. Қимылдың амалын, сынын, бейнесін білдіреді. Қимыл сын үстеуде етістікпен тіркесіп қолданылады. Сұрақтары қалай қайтып, қалайша, кімше. Сөздерін қараңдаршы. Әрең, қасқырша, балаша, қолма-қол, сөйтіп. Енді мысал келтіріп көрейік. Менің әкем балаша қуанды. Менің әкем қалайша қуанды балалар? Балаша қуанғандығын көрсетіп тұр. Немесе ол дүкеннен тез келді. Ол дүкеннен келді деп те айтсақ болады. Бірақ балалар мына жерде ол дүкеннен қаншалықты тез келгені көрсетіліп тұр. Көрдіңдер ме? Тез мына жерде қимыл үстеу. Немесе досым ойланбастан бірден сөйледі. Қалайша сөйледі? Бірден сөйледі дейді. Енді себеп салдар үстеуі. Қимылдың болу себебін көрсетеді. Етістікпен ол да тіркеседі екен, бірге тіркеседі. Не себепті, неге, қалай деген сұрақтарға жауап береді.
босқа, құр босқа, амалсыздан, лажсыздан, шарасыздан, бекерге. Енді сөйлем құрастырып көрейік. Айқын амалсыздан келіп отыр. Яғни айқын келіп отыр деп те айтсақ болады. Бірақ мына жерде айқынның себеп салдарын көрсетіп тұр, оның амалсыздан келгенін көрсетіп тұр. Немесе ол әңгімені бекерге айтқан екенсің. Яғни ол әңгімені бекерге себебін көрсетіп тұр, бекерге айтқанын айтып тұр. Енді жетінші істеу түрі күшейткіш істеу. Өзі аты айтып тұрғандай, қимылдың белгісін күшейтіп немесе соғындатып, бәсеңдетіп көрсетеді. Көбінесе сапалық сын есімдермен тіркеседі екен. Сұрақтары қандай, қалай? Ең, тым, аз, мүлдем, ылғи, керемет, дәл, тіпті тағы да басқа күшейткіш істеулер көп балалар. Енді сөйлем құрастырып көрейік. Сіздің еңбегіңіз орасан зор. Немесе ол бүгін әбден шаршады. Ол бүгін шаршады деп те айтсақ болады балалар. Оның жаңағы күшейтіп айтып тұр. Оның әбден шаршағаны. Қалай шаршады? Ол әбден шаршады. Немесе қараңыздар, ең әдемі гүлді Сержан анасына сыйлады. Бұлай айтсақ та болады балалар. Әдемі гүлді Сержан анасына сыйлады. Мына жерде күшейткіш істеу, ең деген күшейткіш істеуді қолдану арқылы гүлдің ең әдемісін Сержан анасына сыйлағанын көрсетіп тұр. Күшейткіш істеуді қолданып тұрмыз. Олай болса, қымбатты оқушылар, сіздерге түсінікті түсіндірдім деген ойдамын. Енді мына тапсырманы орындап көрейік. Үстеулерді тауып, олардың мағыналық топтарына жіктеп жазыңдар. Толассыз 2 күн соққан бораннан соң ептеп саябырлаған секілдеді. Бір тәулік өтпей қайта басталды. Қардың үстіңгі қабаты қоян ізін көтере алмаса, астыңғы қабаты қой тұяғын бірде көтеріп, бірде одан сықырлап ойылып кетеді. Үнсіз қозғалған серіктері де тез қозғалды. Ол жақта күндіз-түні жел соғады. Оның біздің үйге әдейілеп келгендігі көрініп тұрды. Бағана қонаққа туысқанымыз келген болатын. Көршінің иті қасқырша ұлыды. Бүгінгі жиын керемет өтті. Бұл жарысқа кілең мықтылар жиналыпты. Сен бүгін босқа келдің. Келе сала інім ағасын іздеді. Оның қыруар қаржы тұратын білесің бе? Мені көрші ауылға жолшыбай ала кетші. Ол бұл жаңалықтан мүлдем хабарсыз екен. Басшы бірден іске көшті. Бұл ауылда бірталай жұмыс жасалыпты. Оның амалсыздан келгенін барлығы байқады. Енді соңғы сөйлем, нағыз дос екеніңді бірден айтамын. Осы тапсырмаларды орындау сіздерге ешқандай қиындық тудырмайтынына кәміл сенемін. Олай болса, қымбатты оқушы, сау болыңыздар. Келесі кездескенше күн жақсы болсын.